Сәлем қыздар, бүгін 30 минутта пісетін осындай скумбрия балығын дайындаймыз. Бұл балық өте дәмді, менің ең сүйіп жейтін балықтарымның бірі. Және де көп балықтарды пешке, яғни духовкаға пісіргенде дәмсіз болып қалады, онша дәмді болып шықпайды. Ал дәл осы скумбрия балығы пеште өте дәмді болып шығады, яғни құрғақ болып қалмайды. Себебі біздің балығымыздың өзі майлы. Сондықтан бұл балық негізі қуыруға жарамайды. Тек қана пешке пісіргенге жарайды. Ең алдымен тазалап аламыз балығымызды. Бұл менде қатырылған балық, кішкене бір жарты сағаттай бөлме температурасына ұстап ертіп алдым. Тазалап алатын боламыз. Мына жерде өзінің осындай тесігі болады, кішкентай. Осы тесікке мен осындай жұқа пышақты енгізіп кесе бастаймын. Жел безегіне дейін келеміз. Содан кейін жел безегін кесіп алып тастаймыз. Басын қалдырсаңыз болады, немесе басын алып тастасаңыз болады. Енді қонаққа пісіргенде басын алмай бүтіндей пісірген әдемі көрінеді. Ал өзіңізге пісірсеңіз, онда бірден алып тастасаңыз болады. Менікі енді қатырылған балық болғандықтан осылай ішек қарны оңай алынады. Қатып тұр, өйткені ішек қарны барлық. Осы сәтте сіздер құйрығын және де басын кесіп алып тастасаңыз болады. Мен әдемі көрінсін деп бүгін алып тастамаймын. Мына ішіндегі қара болып тұрған нәрсені жуып алып тастау керек. Бұл қара пленканы алмасаңыз, кішкене қышқыл дәм шығуы мүмкін. Толықтай жуып, мына жердің барлығын тазалаймыз. Балығымызды әдемілеп жуып алдық, және де сәл ғана құрғатып алдым. Қараңыздар, іші осындай тап-таза болды. Жаңағы қара пленка мүлдем қалмады. Міне осы дәрежеге дейін жуып алу керек. Енді осындай көлденең жолақтар жасайтын боламын. Ең соңына дейін кеспеймін, осылай жолақтар жасаймын. Шамамен 3-4 сантиметр болу керек аралығы. 3 сантиметр еді. Енді балығымызды тұздап аламыз. Жалпы бұл балық өзі тұзды, және де көп тұзды аса қажет етпейді, сондықтан көп тұздың аса қажеті жоқ. Экстра деген тұз жақсы. Өте майда ұсақ тұз бар, экстра деген. Сол тұз тез сіңіп кетеді. Орталарына жазғайын тұзды. Аз ғана тұздайын. Және де мына жағын кішкене тұздап жіберемін. Болды. Лимонды бұл балықты пісірген кезде міндетті түрде қолданыңыздар. Мына укроп бұл міндетті емес. Укропты мен енді өзім жақсы көремін, сондықтан қолданамын. Негізі укроп бұл міндетті емес, бірақ дәмі күшті, керемет болады. Бірақ егер ұнатпасаңыз, онда қолданбасаңыз да болады. Әрине. Керемет болды. Енді біз гарнирді дайындағанша бұл балық осылай кішкене тұзы сіңіп тұр. Мен балыққа гарнир дайындайын деп жатырмын. Негізі картофельные дольки дайындаймын деп ойлағанмын. Бірақ ол ұзақ уақыт піседі. Біздің балығымыз небәрі 30 минутта піседі. Балықпен бірге 30 минутта пісу үшін, яғни біздің азырақ уақытымызды алу үшін мен картофель фри дайындайтын боламын. Яғни картофель фри секілді қазір ұзынша етіп кесемін. Және де оны балықпен бірге духовкада пісіретін боламын. Менде осындай рифленый пышақ бар екен. Мен сонымен кесем, негізі ол міндетті емес. Бұл картофельные долькимен салыстырғанда тезірек пісетін болады. Менде осындай болды. Енді шамамен бір сантиметр осылай етіп кесем. Кәдімгі картошка фридің өлшемі секілді. Өте әдемі болып шықты, қараңыздар. Барлық картопты осылай кесіп аламын. Енді тұз қосамын, дәміне қарай. Және де дәміне қарай мен міндетті түрде паприка қосамын. Бұл базардан сатып алынған паприка, осындай қып-қызыл қанық түсті болады. Бұл тәтті болғандықтан көбірек қоса беруге болады.
және де мен кішкене май қосамын. Сондай хрустящий болып пісу үшін, қызарып әдемі болып пісу үшін мен май қосамын. Шамамен бір 3-4 ас қасық. Енді жақсылап араластырамыз. Қара бұрыш қоссаңыз болады, қаласаңыз. Мен әдетте қоспаймын. Бірден духовкаға жібереміз, өйткені тұзды қосқаннан кейін картоптың суы шыға бастайды. Осындай үлкен противень. Осы үлкен противеньнің бір бөлігіне балықты орналастырайын деп тұрмын, бір бөлігіне гарнирді орналастырайын деп тұрмын. Балықты мен әдетте фольгаға орап пісіремін. Және көп жағдайда балық фольгаға жабысып қалады, сол жабысып қалмау үшін мен осындай пергаментті де қолданамын. Балығымызды орналастырамыз. Картофелімізді орналастырамыз. Бір-біріне тимей, осылай бөлек дана-дана болып орналасса, біздің картофеліміз одан сайын әдемі болып піседі. 80 градусқа дейін қыздырылған пешке 30 минутқа жібереміз, қыздар. Балығымыз пісіп шықты. Соңғы 5 минутта бетін ашып, конвекцияны қосып пісірдім. Сонда осылай әдемі болып қызарды. Міндетті түрде осы балықты дайындап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.